Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ақуызды кремнің рецептісімен бөлісемін. Бізге керекті тағамдар: қант, жұмыртқа, қайнаған су, шым-шым тұз және лимон қышқылы. Ең алдымен ыдысымызға ыстық су құямыз да үстіне қант салып орташа отқа қоямыз. Қайнағанша араластырып тұрамыз. Сиропымыз қайнағаннан кейін тағы да 5 минут қайнатамыз. Көп араластырмаңыз, бір араластырсаңыз жетеді. Енді жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратып аламыз. Ақуызымызға шым-шым тұз қосып, аппақ болғанша соғамыз. Міне осылай ақуызымыз төңкергенде ақпауы керек. Енді осыған сиропымызды аздан қоса отырып, тағы да жақсылап миксермен соғамыз. Лимон қышқылын қосып, тағы да соғамыз. Ақуыздан креміміз дайын, формасын жақсы ұстайды. Бұл кремді профитероли, эклери, қатпарлы түтікшелер дайындағанда салмасы ретінде пайдалануға болады. Және де торттың бетін әсемдеуге болады. Жылдам әрі жеңіл дайындалатын ақуыздан креміміз. Астарыңыз дәмді болсын.